Мен Бектасов Шырынбек Қазғанұлы, 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараөзек ауылының тумасымын. Астана қаласының тұрғынымын. Тиімділік идеясының авторымын. Бүгінгі көтеретін мәселем қазіргі таңдағы барлық туындап отқан мәселелердің түпкі себебі, ең түпкі себебі дұрыс шешілмегеннің нәтижесінде, соның салдары, дұрыс шешілмеуінің салдарынан туындаған мәселелер шиеленісе келе өте күрделі мәселелерге айналып, мүлдем дұрыс шешімді табуға лайықты, екі жаққа да тиімді болатын шешімді табу мүлдем мүмкін емес. Қазіргі таңдағы мынау Украина мен Россияның арасындағы соғыс, Америка мен Иранның арасындағы соғыс, басқа да толып жатқан соғыстар, мүдделердің тоғысы, текетірес, қайтсем қарсыластан асып түсем, қайтсем соны жеңемін деген пиғылға негізделген. Бүгінгі таңдағы барлық мәселелердің әбден сондай шиеленісіп кеткендігі соншалықты. Қай мәселені алсаң да, оның артында бірнеше мүдделер. Барлық мүдделерді ескеріп, екі жаққа да тиімді болатын шешім табу қиын. Бұның негізгі себебі алыста жатыр. Адамзат баласының алғашқы даму кезеңінде жатыр. Ал енді осыны өзгертудің жолы бар ма? Қарапайым, қазіргі таңдағы барлық мен деген мамандар, саясаттанушылар, саясаткерлер бір нәрсеге назар аудармай тұр. Өте қарапайым, қазақи, қарапайым, логикалық ақыл ойға салып, зерделеп көрейік. Қарапайым ғана. Кез келген мәселені шешу үшін қарсылас екі жаққа да бір-біріне қарсылас емес, әріптес ретінде қарататын жағдайға келтіру. Ол қалай? Ол үшін бәрін обнуление дейді. Жаңадан бастайтын. Жаңа неден? Анау орыста айтады ғой, разрубить узел, Гордиев узел дей ма? Сол сияқты бәрінесінікі жаңа қатынас, жаңа неге? Бір қауым елде. Міне соны жасатқызуға болады деген менде идея бар. Тиімділік идеясы. Оның негізі неде? Өте қарапайым. Бір қауым елде осы идеяны іс жүзіне асыру, іс жүзінде көрсетіп беру. Менің идеям өте қарапайым болғанымен, түсіну өте қиын. Бірақ түсінуге болады. Бұл идеяны қайсы елдің болса да, бір қауым ел болатын қайсы елдің болса да, бірінші басшысы іс жүзіне асыра алады. Сол осы идеяны өзінің идеясына айналдырып қолға алуы қажет. Ал енді оған жеткізу,
сол елдің бірінші басшысына түсіндіру қазіргі таңда мүлдем мүмкін емес. Себебі менде байланыс жоқ, сояққа шығатын. Егер маған сондай мүмкіндік берсе, кез келген ақыл есі дұрыс, кез келген адаммен ашық пікірлессем, осы идеяма деген қызығушылығын оята аламын. Ал енді елдің бірінші басшыларына, тем более. Бірақ оларға жеткізу мүлде мүмкін емес. Енді ақыл есі дұрыс кез келген адаммен осы идеям жайлы ашық сұхбаттассам, сол кісінің осы менің идеяма деген қызығушылығын оята аламын. Қалай? Өте қарапайым. Сұхбат. Кез келген адамның ең негізгі мақсат міндеті бар. Әрбір адам ерекше. Әрбір адамды жаратқан Алла Тағала. Мынау қазіргі таңда технологияның дамығаны соншалықты жасанды интеллект дайындап шығарып жатыр. Жасанды интеллект. Бірақ ол кез келген адамнан артық емес. Ол машина, ол құрал. Ал адам Алла Тағаланың жаратқан жаратылымы, пендесі. Ал енді сол адамға сондай мүмкіндік жасаса, кез келген адамға өзінің ортасында сондай мүмкіндік жасап, сол мемлекет тарапынан жеткілікті жәрдем берілсе. Мемлекет тарапынан деген сөз не деген сөз? Яғни жаңағы әрбір адамды қоршаған ортадағы мемлекеттік іс-әрекет жасауға құзыреті бар адам. Сол әрбір адамды қоршаған адамның қасындағы мемлекеттік дәрежедегі құзыреті бар. Мемлекет тарапынан жеткілікті бір құзырет. Сондай нені пайдалана алып, сол жаңағы адамға мақсат міндетін орындауға алға қойған мақсатын, міндетін, жұмысын жеткілікті дәрежеде жәрдем бере алса, ол адам жасанды интеллекттен, роботтан артық болады. Ол сол жасанды интеллекттің мүмкіндігін пайдалануға мүмкіндік алады. Ол адам. Міне, менің идеямның негізі әрбір адамның мүмкіндігін ашу. Әрбір адамның, ол қарапайым жұмыстан бастап президентке дейінгі аралықтағы адам. Президент бір елдің басшысына, енді айтып отырмын, егер маған сондай мүмкіндік берілсе, кез келген ақыл есі дұрыс адаммен 15 минут сұхбаттассам, осы менің тиімділік идеяма деген сол адамның қызығушылығын оята аламын. Ал енді ол адам бір елдің басшысы болса, онда тіпті жақсы. Осы күнге дейін мен қаншама адамдармен осы менің идеям жайлы шет жағасынан хабардар болды. Бірақ бір адам ашық түрде сұхбаттасып, осы менің идеям жайлы
ашық пікір алысып менімен ала алған жоқ. Сондықтан менің идеяма деген қызығушылығы қазіргі таңда көп адам емес. Бірақ бір айтатын нәрсе, осы менің қазір осы видеомды көріп отырған адамның өзі де, кез келген адам, ой, менің қолымда тұрған не бар? Жарайды, сенің идеяң керемет шығар, сондай шығар. Бірақ менің қолымда не тұр дейді. Әрбір адамның қолында қоршаған ортасы бар. Сол қоршаған ортада осы мынау менің қазіргі мына видеомды талқыласын, бірге көрсін. Сонда кеңірек аудитория тарқайды, ажиотаж туындайды, аудиториясы көп блогерлерге жетеді. Сонда мамандарға, саясаттанушыларға, саясаткерлерге жетеді. Міне сол саясаткерлер маған байланысқа шығып, о, көке, жұрттың бәрін шулатып жатсың ғой, кәні идеяңды айтшы маған деп, менімен сұхбаттасса, сұхбат, тек қана мынаны тыңдап қоя салу емес, ол адамның, әрбір адамның өзінің негізгі мақсат, міндеті бар. Мақсат, алға қойған стратегиялық мақсат, міндеті бар. Ал енді сол мақсат, стратегиялық міндетін менің тиімділік идеямның ауалында ашып түсіндіріп берер едім. Сонда сол мақсат міндетіне қалай орындауға, қалай жеткізуге болатынын менің тиімділік идеямның негізінде, соның арқасында түсіндіріп берсем, сонда сол адам менің идеяма деген қызығушылығы оянар еді. Иә. Мынау қазіргі әлеуметтік желі WhatsApp, әсіресе WhatsApp саласында бірнеше топтар бар. Ең оңайы топ, мына WhatsApp-тың несіне ойыңды, пікіріңді голосовой тастап, болмаса жазбаса пікіріңді айтып, бос уақытың болған кезде көруге болатын. Міне сондай топтың бірі де бірегейі. Мұхаммед Кәрім Қожыбайұлы, Қазақстанның білім ордасы деген, Қазақстанның тарих саласында білім ордасы деген. Сол топта бір тақырып алып, соны 2 ай, 3 ай талқылайды. Ол топта 1000-нан астам қатысушылары бар. Біздің еліміздің түкпір-түкпірінен және шетелден де қатысушылар бар. Міне сол топқа мен алғашқы кезде видео осы үндеулерімді салсам, Мұхаммед Кәрім ағамыз өшіріп тастайтын. Осы жақында қазақи білім, ғылым туралы тақырып қойылып, соған мен 10 шақты не жаздым, топтама. Бірақ ол топтамалардың барлығына бірден түсіне салу қиын. Егер әрбір адамменен сұхбаттасып, соның негізінде қалай жетуге болатын, қандай неменен, сол адамның негізгі мақсат, міндетін, өзінің соның ұстанымын мен біліп, соған бейімдеп түсіндірерім. Сол тиімділік идеямның ауалында. Міне, маған қайсы елдің болса да сол елдің президентіне егер менімен 15 минут пікірлессе, сонда осы менің идеяма деген қызығушылығын оятар едім деген ойымның негізгі несі осы. Сол сұхбаттасушы адамның негізгі мақсат міндетін білуім керек. Сол мақсат міндетіне жететін жолды тиімділік идеясының ауалында көрсетіп берер едім.
Сонда сол адам, егер ақыл есі дұрыс болса, қызығушылық танытар еді. Сөйтеді да өзінен қолынан келген жәрдемін берер еді. Қазір міне осы менің видеом қазір 15 минуттан асты. Кішкене ғана ойымды ашам дегеннің өзінде 15 минут, 33-ші минутта ары қарай үзіліп кетеді. Ал енді соған, сол ара уақытқа дейінгі аралықта түсіндіру үшін, ойымды ашуым үшін. Бірнеше асықпай, зер сала, зейін қойып тұрып тыңдау керек. Міне қараңыз, қарапайым адам осы видеоны көріп отырған. Менің қолымда не бар дейді. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Әрине, мен сенің идеяң осындай, сондай керемет шығар. Бірақ менде тұрған не бар дейді. Сізде қоршаған орта бар. Ағайын тума, жекжат, құда жекжат бар. Жора жолдас бар. Қарға тамырлы қазақпыз. Солардың арасында осы мына видеоны талқылаңыз. Міне сіздің қолыңыздан келеді. Осы видеоны көрсетіп, міне мына кісі не айтып отыр? Осыны ары қарай көрейікші деп, ағайын тума, жора жолдас, құда жекжатпенен талқыласаңыз, олардың арасында аудиториясы көп, блогерлер бар, саясаттанушылар бар, саясаткерлер бар. Солар маған шығып, көке, сіз мына идеяны 15 минутта осы идеяма қызығушылығымды ояталым дедіңіз ғой. Кәндіп менің телефон номеріме шықса, менің байланыс нөмірім 8-775-404-0256. Бұл менің актив нөмірім. WhatsApp нөмірім, әсіресе WhatsApp нөмір 8-776-139-56-21. Кез келген сұрақтарыңызға жауап берем. Пікірлессеңіз, одан кейін сол немен сіздің қызығушылығыңызды оятам. Менің қойған сұрағыма жауап берсеңіз. Егер сіз осы идеяға деген қызығушылығыңыз оянса, алға қойған мақсат міндетіңізді тезірек орындатқызып, артыңыздағы немере шөбере бала шағаларыңыздың келешегіне немқұрайлы қарамасаңыз, осы идеяға көңіл бөліңіз. Сөйтіп ары қарай таратуға, елдің бірінші басшыларына жеткізуге септігіңіз тисін. Міне сонда елдің бірінші басшысының назарына жетеді. Мен қаншама осы идеяны көтеріп жүргеніме 18 жылдан асты. Қаншама мынау қазіргі бюрократия. Хаттарымды бердім, қабылдауын өтіндім. Міне айналдырған осы жақын араның өзінде. Міне президенттің қабылдауын өтініп, парламент, мәжіліс депутаттарының өтінішіне өтініп, бәрі тек қана қабылдамай шығарып салады. Отписка жасайды. Жауабының бәрі отписка. Мен бұл жерде ешкімді кінәламаймын. Қазіргі қалыптасқан жүйе, әрбір адамды қоршаған орта жеткілікті дамымаған. Ал енді әрбір қоршаған адамды, қоршаған ортаны дамыту, қалыптасқан жүйені өзгерту, ол елдің бірінші басшысының саяси шешім қабылдауымен басталады. Осы идеяны өзінің идеясына айналдыруымен басталады. Ал енді ол кісінің осы менің идеяма деген қызығушылығын оятуым үшін менің осы видеомды көруі керек. Ол мен осы кез келген жаңалдегі әлемдік деңгейдегі мамандардың, солардың несіне комментарий жазсам, 15 секундтан ары қарай кетпейді, ары қарай. Неге екенін білмеймін.
Себебі менің телефоным қазіргі немен бұғаттаулы. Идеямның негізгі айтылатын сөздер айтылса, болды, ары қарай кетпейді. Телефон номерім көрсетілсе кетпейді. Комментарий берсем. Маған байланысқа шығыңыздар. Егер сіз анық келешектің, ұрпақтың келешегіне немқұрайлы қарамай, келешегіңіз жайлы ойлағыңыз келсе, өзіңіздің негізгі негізгі мақсат міндетіңізді қалай орындауға, қалай қол жеткізуге білгіңіз келсе, менің тиімділік идеям жайлы байланысқа шығыңыз. Рас, байланысқа шығыңыз. Жаңа айттым мен контактный телефон номерім. Мен бір көшеде жүрген адам емеспін. 3 бірдей жоғарғы институт, жоғарғы білім иегерімін. Бірінші мамандығым Жамбылдағы гидромелиоративтік институтын, гидромелиорация саласымыз, инженер-гидротехник, технар, мастер, прораб, начальник участка қызметтерін атқардым. Бірінші менің институт. Екінші Москвадағы институт управлениені бітірдім. Москвада институт управления, МИУ, Сергий Орджоникидзе, 89 жылы бітірдім. Оны бітіргеннен кейін партия саласында да арыстық партия комитетінде нұсқаушы болып істедім. Одан кейін елге келіп, совхозда директордың орынбасары қызметін атқарып, совхоздарды тарқатып, бірнеше кооператив төрағаларының қызметін атқардым. Кейін сондай бір жағдайлар қажеттілік туындап, Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы университеттің жеңіл технология саласының инженер-технолог, заочный, конечно, сырттай оқып бітірдім. Міне, 3 бірдей диплом. Бұның ішіндегі ең негізгісі Москвадағы институт управления, басқару саласының маман. Яғни, дұрыс шешім қабылдау маман. Дұрыс шешімді қалай қабылдайды? Дұрыс шешімді барлық ситуация, барлық жағдайларды ескере отырып қабылдайды. Міне мен соның маманымын. Менеджмент саласының маманымын. Осы менеджмент саласына соған оқуыма баруымның себебі де осы идеямды әлемдік деңгейдегі идеялармен салыстыру үшін, сол басқару саласындағы соның несін зерттеу үшін түстім. Міне зерттей келе қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі Исхак Азизестің коллективтік басқару идеясымен салыстырдым. Джим Коллинздің 5-ші дәрежелі басшыны іздеу идеясымен салыстырдым. Масаки Имайдың кайдзен идеясы, постоянное совершенствование, тұрақты түрде жетілдіру идеясымен салыстырдым. Міне осы әлемдік деңгейдегі идеялар, тек ұсыныс түрінде ғана беріледі. Осы мына идеяны пайдалансаңыз, былай істесеңіз, былай болады дейді. Ал енді менің идеям тек қана ұсыныс емес. Егер менің идеямды іс жүзіне бір елдің бірінші басшысы іс жүзіне асырса, әлемге үлгі көрсетеді. Сол елдің экономикасы айналдырған 5, 10, 20, 30% емес, еселеп артады. Ненің есебінен? Әрбір мүмкіндікті жібермегеннен, әрбір адамның мүмкіндігін барынша тиімді пайдаланғанның несінен. Ал енді әрбір адамның тиімділігі мүмкіндігін барынша қалай тиімді пайдаланады? Бір ел көлемінде тиімділік кодексін, заңдар топтамасын қабылдау арқылы. Яғни бір елде тиімді еңбек қатынасын туғызады.
Міне, менің идеямның негізі тиімді еңбек қатынасында орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы. Үш тұлғаның арасындағы қатынас негізіне негізделген. Бұл теориялық негізде, яғни теория дәлелденген, дәлелді талап етпейтін теория, теориялық негізде. Міне, тиімділіктің үш бұрышы тиімді еңбек қатынасын туғызу жұмыс орнында, кез келген жұмыс орнында. Ең астыңғы жұмысшыдан бастап жоғары қарай көтеріліп, міне мынау тиімділіктің үш бұрышы негізінде тиімділіктің пирамидасы сыздым. Бір ел көлемінде. Міне басында осы орындаушыдан бастап ең жоғарғысы халық, бір елдің халқы, соның мүддесі. Содан кейін президент, содан кейін премьер-министр. Міне президент пен халық, премьер-министр үшеуінің арасындағы қатынас. Міне халықтың мүддесі және президент, премьер-министрдің арасындағы қатынас. Елдің стратегиялық мақсат міндетін орындау үшін премьер-министрге сол мақсат міндетті атқару үшін қажетті жеткілікті құзырет керек. Ал енді ондай құзыретті кім береді? Президент береді. Президент өзінің құзыретінің, өзінің мүмкіндігінің, өзінің құзыретінің конституциялық полномочиясы құзыретінің негізінде премьер-министрге осы мақсат міндетті орындауға жеткілікті құзыретті беру керек. Міне менің идеямның негізі. Ал премьер-министр сол өзінің төменгі қатысындағы, астындағы министрлерге өзінің құзыретінің шегінде жеткілікті құзыретті беруде. Содан төмен қарай әрбір министр өзінің саласындағы басшыларына міне еңбек қатынасы. Ал енді сол тиімді еңбек қатынасын туғызатын тиімділік кодексі, тиімділік заңдар топтамасы. Мен оны дайындадым. Мен маман емеспін, бірақ мен дайындадым. Оны бір-екі ауыз сөзбен айта салу оңай емес, көрсетіп, оны осы идеяға дайындық. Міне сонда мынау төменнен бастап жоғарыдан бір мезгілде елде заңның үстемдігін орнатып, қатаң тәртіпті орнатып, осы идеяны іс жүзіне асыруға, заңды сақтатуға болады. Сонда тиімді еңбек қатынасы орнап, жүйе қалыптасады. Жүйе бір қауым елде, сонда бір қауым ел жұдырықтай жұмылып, басшы мен бағынышты бір-біріне қарсылас емес, әріптес, дос, қайтсем алға қойған мақсат орындаушы. Міне мынау тиімді еңбек қатынасында. Орта буын басшы, бағынышты, орындаушы. Міне осы үшеуінің арасындағы тиімді еңбек қатынасы басшы мен бағынышты емес, әріптес, алға қойған мақсат міндетті, о жоғарыдан алған мақсат міндетті орындау, тапсырманы орындау. Мен осы идеямды іс жүзінде көрсетіп беру үшін ұсыныс айттым. 2-3 жылдан бері қарай, егер мені премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып 100-ақ күнге тағайындаса деп, осы идеямның негізінде 100 күндік программам бар. 100 күндік программа. Сол 100 күндік жоспарымды іс жүзінде асырып, соны іс жүзінде көрсетіп беру үшін кез келген елдің премьер-министрінің міндетін атқарушы қылып тағайындаса,
және сол сол қалыптасқан жағдайды бұзып жармау үшін бүгінгі таңдағы премьер-министрді менің бірінші орынбасарым қылып тағайындаса, сонда осы идеяның кереметін көрсетер едім, іс жүзінде дәлелдеп берер едім деймін. Ал енді тағы жаңа ұсыныс айтып жатырмын. Режиссерларға, әсіресе мынау Еркін Рақышев. Бұдан 5-6 жыл бұрын менің осы идеям шет жағасымен танысты. Балташ Тұрсынбаевтың несінде, сол Еркін Рақышевтың кабинетінде кездестік, бірақ шет жағасымен ғана. Ол кісілерде танысып үлгермеді, бірақ сұхбаттасқан жоқ, қызығушылық оята алмадым. Жаңа Мұхаммед Кәрім Қожырбайұлы осы идея жаңалдегі тобында осы идеяның шет жағасын айтылды, бірақ сұхбаттасып, сол кісілердің қызығушылығын әлі оята алмай отырмын. Менімен сұхбаттасып жатқан ешкім жоқ. Егер менімен бір 15 минут сұхбаттасса, кез келген адамды қызығушылығын оятар едім. Сол сияқты академик Оразалы Сәбден ағамыз 2016 жылдан бері қарай 10 жыл өзінің WhatsApp-ына салып келемін. Бірақ ол кісімен әлі пікірлесіп сұхбаттасқан жоқпын. Сұхбаттаса алмай отырмын. Егер ол кісімен де сұхбаттассам, хотя бір 15 минут сол кісінің қызығушылығын оятар едім. Сол сияқты Әміржан Қосанов 2019 жылдан бері қарай сол кісінің несіне осы идеям шет жағасынан хабары бар, WhatsApp-ына салып отырмын. Бірақ сұхбаттасып атқан жоқпын. 15 минут сұхбаттасам жетер еді. Сол сияқты Ислам Әбішев. Ол кісімен 3 сағат сөйлестім. Бұдан 5-6 жыл бұрын. Бірақ сұхбаттасқан жоқпын. Пікірлесіп, осы идея жөнінде. Егер сол кісімен Ислам Әбішевпен, Әміржан Қосановпен, сол сияқты кез келген Мұхтар Жәкішевпен, Марғұлан Сейсенбаевпен өмірлік өзіндік ұстанымы бар кез келген блогерлермен аудиториясы көп 15 минут сұхбаттасам жетер еді. Менің осы идеяны, осы видеоны көріп отқан әрбір азамат менің қолымнан ештеңе келмейді демей, соны өзіңіздің қоршаған ортаңызда талқылаңыз. Аудиториясы көп қарға тамырлы қазақпыз ғой. Құда жекжатың, дос, ағайын, туыс, басқа көрсетіңіз, тарқатыңыз, жеткізіңіз саясаттанушыларға, саясаткерлерге. Міне қазір 33 минутта уже бітеді. Әлі де айтарым бар.